Сәлем достар, бұл JavaScript курсының 5-ші сабағы. Бүгінгі біз сабақта функция не екенін үйренеміз, және де функцияда болатын аргументті, оны шақыруды, және функцияның ішіндегі кез келген мәнді қайтаруды, одан соң анонимдік функциялар туралы үйренеміз. Жалпы олардың синтаксистерімен де танысамыз. Ол үшін біз алдыңғы сабағымызда жасап кеткен index.html файлымызды ашамыз, және де разработчик көмекші құралын шақырамыз. Одан соң біз редактормен index.html файлымызды ашамыз. Алдыңдағы сабағымызда жазып кеткен кодымыздың барлығын өшіріп тастаймыз. Біз жаңадан жазамыз. Осы жерге function деп жазамыз. Атын counts деп қояйық. Яғни сандар, осындай жақшаларды саламыз. Содан соң фигуралық жақшаларды саламыз. Қысқаша мына жерде түсіндіріп кетейін. Басында біз функцияны жариялау үшін алдына function деп жазамыз. Одан кейін біз функцияның атын жазамыз. Біздің жағдайда counts. Міндетті түрде функцияда жақшалар болу керек. Содан соң функцияның ішіндегі орындалатындың барлығы фигуралық жақшаның ішінде жазылады. Бұл фигуралық жақшалар функцияға міндетті түрде керек. Енді ішіне біз жазып кетейік. Мысалға let tick, apples tick. Apples'тың саны 15 болсын. Одан кейін banana stick, банандар. Олардың саны 7 дейік. Содан соң ішінде console log салайық. Apples пен бананды қосайық. Сақтадым. Қазір біз браузерден осыны ашып қарайтын болсақ, консольді, парақшаны жаңартам, ештеңе болмайды. Неге? Өйткені біз функцияның өзін шақырмадық. Біз функцияның жариялауын жарияладық та, бірақ функцияны шақырмадық. Функция орындалу үшін оны міндетті түрде шақыруымыз керек. Шақыру үшін біз функцияның атын жазамыз. Біздің жағдайда counts. Содан соң жақшаны саламыз. Сақтайдым. Міне, біздің жазған нәрсеміз counts жақша салсақ, бұл функцияны шақыру болып саналады. Парақшаны жаңартып көрсетейін сізге. Міне, бізде 22 саны пайда болды. Яғни apples пен бананыстың қосындысы пайда болды. Міне. Тағы да бір қызық жайт бар функциялар туралы. Мына counts'ты мен алып тастайын уақытша. Ол үшін мен оны закомментировать етіп қоям. 2 слэш арқылы міне. Алдыңғы сабақта комментарий не екенін түсіндіріп кеттік. Ол комментарийдің ішінде болған нәрселердің барлығы орындалмайды. Дәлел есебінде мен көрсетіп жіберейін, парақшаны жаңартып. Міне, ешқандай функциямыз шақырылып тұрған жоқ. Сосын осы консоль логымызды сыртына шығарайық. Сақтадым. Парақшаны жаңартсам, бізде қазір айнымалылар жоқ деп қате шығады. Неге? Өйткені олардың барлығы функцияның ішінде жазылған. Яғни функцияның ішінде жазылған нәрселердің барлығы тек функцияның ішінде ғана қалады. Егер де айнымалыларымыздың барлығы осы функцияның ішінде жарияланған ғана болса. Ал егер де біз глобальдық оны жариялайтын болсақ, мысалы мен let деймді, apples дейін. Оған 0 санын берейік басында. Одан кейін бананы істеп жазайық. Оған да 0 санын берейік. Қазір парақшаны жаңартам. 0 болды. Неге? Өйткені бізде apples 0 болып тұр. 0. Содан кейін бананысты 0 болып тұр. 0-ге 0 қоссақ, ол 0 сан шығады. Ал counts'тың ішіндегі функциямыз ешқандай да орындалмайды, өйткені біз оны шақырған жоқпыз. Сол үшін біз әуелі оны шақыруымыз керек. Қазір мен жоғары қарай қалып қояйын. Комментарийімізді өшіріп тастайық. Шақырдым. Арасын ашып қояйық, әдемі код болу үшін. Сосын apples мәнін өзгерту үшін біз let деген жариялауды алып тастаймыз. Неге? Өйткені біз жоғары жағында жариялап қойдық. Біз тек соны ғана өзгертуіміз керек. Сол үшін let'ті алып тастаймын міне. Мына артық ролдарды өшіріп тастайын. Сақтадым. Парақшаны жаңартайық. 22 пайда болды. Неге? Басынан бастап түсіндірейін. Біз басында apples айнымалысын жарияладық. 0-ді бердік оған. Одан кейін бананысты жарияладық. Оған да 0 бердік. Одан кейін біз функция жазып шығардық. Apples'ты 15-ге теңестір деген, және де бананысты 7-ге теңестір деген. Содан соң біз осы функцияны шақырдық. Ол алтта мына apples мәнін өзгертіп тастады 15-ге және 7-ге. Содан соң біз екі шыққан мәнді қостық бір-біріне. 15-ті 7-ге қоссаң 22 саны шығады міне. Жалпы функцияның ең пайдалы болатын нәрселері ол аргументтер арқылы. Жалпы аргумент деп отқанымыз не ол? Ол мына функцияның ішіне кез келген бір айнымалының мәнін беретін болсақ, ол аргументтер арқылы береміз. Осы counts'тың ішіне біз 2 аргумент берейік. Count 1 деп жазайын. Одан кейін өтір count 2 деп жазамын. Осы тұрғанда мен 2 аргументті жазып қойдым. Count 1, count 2 деген. Содан соң бірінші аргументті біз apples'ке береміз. Count 1, бананысқа count 2-ні береміз. Енді counts'тың ішіне біз 20 деп жазайық бірінші count 1-ге. Одан кейін өтір 5 деп жазайық. Яғни қараңыз, мен осы жерде counts функциясын шақырып тұрмын. Бірінші міне аргументке мен 20 бердім. Бұл аргумент 20 деген apples'ке теңестірді. Ал екінші count'қа мен екінші аргументке яғни 5 бердім. Яғни бананысқа апарып теңестіреді. Содан соң мен console log'ты шақырдым. Apples пен бананысты қос деген. Яғни 20 мен 5-ті қосады. Қазір парақшаны жаңартайын. Міне 25 саны пайда болды. Жалпы мен сіздерге мысалды қиындатып жүрген сияқтымын. Сондықтан да мен барынша қазір оңайлатайын. Ол үшін мыналардың барлығын өшіріп тастайын. Console log'ты да мен функцияның ішіне жазайын. Apples пен бананысты өшіріп тастайық. Мына жерге
count 1 count 2 дегенді өшіп тастайын. Ішіне жай ғана сөз жазайын аргумент деген. Осы аргументті консоль логқа салайын. Ал функцияны шақырғанға міне кез келген санды жазайын 45 деп сақтадым. Парақшаны жаңартайын. Міне 45 сан шықты. Енді қараңыздар, түсіндірейін. Мен функцияны жарияладым. Аты counts деп қойдым. Функцияның атын. Одан соң жақша аштым. Жақшаның ішіне мен аргумент жаздым. Аргументтің атының өзін аргумент деп қойдым ағылшынша. Содан соң мен фигуралық жақшаны аштым. Функцияның қай жерде басталатынын көрсеттім. Содан кейін мына ең соңғы жағына функцияның бітетін жерін көрсеттім, фигуралық жақшаны теріс қарай салып. Ал ішіне консоль логты сал дедім, аргументті көрсет дедім. Содан соң мен өзім жасаған функциямды шақырдым. Ол үшін мен функцияның атын жаздым, counts деп. Содан соң жақшаны салдым. Жақшаның ішіне мен бірінші аргументті бердім. Мен оның ішіне 45 деген санды бердім. 45 деген сан осы аргументтің ішіне кірді. Аргументтен кейін ол мына мәнге барып түсті. Консоль логқа бізде 45 мәні шықты міне астымызда. Жалпы манағыдай мен тағы да 2 аргумент берейін, count 1, count 2 деп. Өтір арқылы береді ол кезде. Жалпы 3 аргументті де бере беруге болады. Міне count 1, count 2, count 3 дейін. Ал консоль логқа мен барлығын қосып шығайын. Count 1 қосылған count 2 қосылған count 3. Ал шақырып атқан функцияның барлығына жазып шығайын. Міне 10 20, 30 дейін. Бізде 60 сан шығу керек. Осы 3 аргументті қосқан кезде парақшаны жаңартам. Міне 60 сан шықты. Яғни осылайша мен аргументке кез келген мәнді бере аламын. Жалғыз ғана санды ғана емес. Мен 10-ның орнына қазір мен бұл сандар деп жазып қояйын. Бұл сандар. Одан кейін қос нүкте пробел салып қоям. Сақтадым. Парақшаны жаңартам. Бұл сандар 2030 деген шықты. Байқасаңыздар, JavaScript өте ақылды. Оның біреуі string болған соң барлығын stringқа айналдырып жіберді. Неге олай болады? Өйткені JavaScript қатаң емес, ондайға строго типизированный емес. Егер де строго типизированный болған жағдайда, ол бұл жерде қате шығаратын еді. Қайтып функциямызға қайтып барайық. Жалпы кез келген тілде де не үшін функция керек болады? Ол JavaScript тілінде ғана емес. Қай тілде алатын болсақ, барлығында да функция бар. Яғни біз мысалға бір кодты жазатын болсақ, ол код көбіне қайталана беретін болса, кодты қайта жазбас үшін функция жазылады. Яғни біз функция жазу арқылы, кодымызды кішірейту арқылы жалпы проекттердің разработкасын кішірейтеміз. Жалпы ол қалай деген сұрақ тумас үшін мен бірден көрсетіп кетейін. Мыналардың барлығын өшіріп тастайын. Ол үшін біз apples пен бананды жазайық. 10 дейік. Банан бізде 17 болсын. Содан соң count fruits дейік. Яғни екеуінің мәнін қосып жазайық. Apples қосылған bananas. Осыны консоль логқа шығарайық. Count fruits дейік. Содан соң біз көкөністерді жазайық. Бірінші помидорды жазайық. Қазақша қызанақ дейміз. Томато. Оған 5 деген мән берейік. Ал қиярды cucumbers дейді. Көп емес, 12 болсын. Жалпы көкөністердің мәнін шығарайық. Count vegetables деп жазайық. Vegetables деп отқанымыз көкөністер дегеніміз. Томатоны қосам мен қиярға дейді. Содан соң мен консоль логты шығарайын. Count vegetables дейін. Ал ең сонда мен барлығының қосындысын шығарым керек болады. Тағы да консоль логты жазайық. Консоль логтың ішіне count fruits пен count vegetables'тың қосындысы дейік. Сақтадым. Парақшаны жаңартайын. Бізде ең біріншісінде 27 сан шықты, одан кейін 17 сан шықты, содан соң 44 сан шықты. Бізде 27 сан шығатын себебі біз apples пен bananas'ты қостық. Біреуі бізде 10 болды, екіншісі 17 болды. 10-ға 17 27. Ал қызанақ пен қияр біреуінде 5, біреуіне 12 мәнін бердік. Екеуін қосқан кезде 17, ал 27-ге 17-ні қосатын болсақ, ол 44 сан шықты. Міне осындай код жаздық. Келісесіздер ме? Кішкене қиындау әрі көбірек жазылған сияқты. Сондықтан да біз функция қолдану арқылы қазір бұлардың барлығын қысқартамыз. Ол үшін мен үстіне жазайын. Бұлардың барлығын астына түсіріп тастайық. Ол үшін мынадай мен counts деген функцияны жазайын. Counts дейік. Жақшаны аштым. Count 1 және де аргумент count 2 деген аргументті салып шығам. Ішіне мен айнымалын салайын. Counts деген. Яғни count 1 мен count 2-ні қосындысы дейік. Осы мәнді консоль логқа шығарайық. Ішіне counts деп жазайық. Екеуін қосындысын шығарып береді. Және де жаңадан тоқталып кететін нәрсеміз ол return қайтару. Return counts дейік. Counts функциясын жасадым. Оның ішіне count 1 мен count 2 деген аргументті бердім. Count 1 мен count 2-ні қосып біз counts айнымалысына саламыз. Counts айнымалысын бірден біз консоль логқа шығарамыз. Содан соң біз осы counts'ты қайтарамыз. Жалпы қалай қайтарылады? Астындағы жазған функцияларымыздың барлығын комментировать етіп тастайық. Ал енді үстіне мен жазайын. Let дейін count fruits дейік мысалға.
біз фруктілердің барлық санын алайық. Содан соң тең болады деймін. Осы жерде мен функцияны шақырам. Counts деген. Функцияны шақыру үшін мен атын жазам. Содан соң мен жақшаларды салам. Осы тұрғанда мен функцияны шақырып жатырмын. Енді ішіне мәнін берем. Сіздерді қатты шатастырмау үшін мана есепке ұқсас қылып жасайық. Сол үшін мен бірінші 10 деп жазам, екіншісіне 17 деймін. Сақтадым. Парақшаны жаңартайын. 27 болды. Егер де біз мына count fruits'ті қазір console logпен шығаратын болсақ, console log count fruits 27 екі рет қайталанады. 27. Мен көріп тұрғаныңыздай. Дәл осы count fruits'ті мен астына көшіріп саламын. Екіншісіне count vegetables деп жазам. Count vegetables деймін. Ішіне манағыдай сандар берем. Біріншісіне 5, екіншісіне 12. Ал console logтың ішіне біз count fruits пен count vegetables'тың қосындысын берейік. Сақтадым. Парақшаны жаңартам. Міне манағыдай дәл 27, 17, 44 деген сан шықты. Жалпы осы мына қосу дегенді қайта орындамас үшін мен үшінші рет тағы бір рет шақырып жіберейін функцияны. Ол үшін мен counts деп жазам. Біріншісіне мен count fruits'ті берем, екіншісіне count vegetables'ті берем. Ал мынаны жазғанымды өшіріп тастайын. Сақтадым. Парақшаны жаңартам. Міне дәл сондай мән шығып тұр. 27, 17, 44. Жалпы өте қиын болып жатса мен тағы да ерінбей түсіндірейін басынан бастап. Мен функция жаралаймын. Counts деген мәнін берем. Оның ішіне count 1 мен count 2 деген аргументті берем. Және де функцияның ішінде мен counts айнымалысын жариялаймын. Counts айнымалысына count 1 мен count аргументті қосып мен ішіне беремін. Бірден шыққан мәнді console logқа салып шығарамын. Және де мен return деп қайтарам. Осы жерде қайтарған кезде мына шыққан мән мына жерде міне. Мына count fruits'тің ішіне кіреді. 10 мен 17 екеуі қосылады да, міне return жасалып тұрмын мен. Осы count fruits'тің ішіне кіріп тұр. Мына жерде мен 5 пен 12 бердім. 5 пен 12-ні қосады да count vegetables'қа береді. Сосын мен тағы да counts'ты тағы да шақырып тұрмын. Бірінші мәнге count fruits'ті бердім. 10 мен 17-нің қосындысы міне. Ал екіншісіне 5 пен 12-нің қосындысын бердім. Яғни осы екі санды қосты да мыналардың барлығы орындалып шықты міне. Жалпы return деп отқанымыз сол кез келген мәнді қайтарады. Қазір бұны тағы да қысқаша жазам. Бірақ қысқаша жазбастан бұрын біз айтып кетейік. Мана жазған кодымыз, манаға жазған кодымыздан әлдеқайда кішірек әрі түсініктірек болады. Неге? Өйткені біздің функциямыздың коды неғұрлым үлкен болған сайын, мысалға тағы да бірдеңе жаза беретін болсақ, ішінде толтырып, ол тек бір рет қана жазылады да, ал біз оны шақыра бере аламыз бірнеше рет. Ал астыңғы методта ол кодты қайталап жаза бересің қайта бірнеше рет. Ол жазған кодымызды өшіріп тастайық. Енді return-ді қысқаша көрсетіп жіберейін мен қалай жұмыс істейтінін. Ол үшін мен бүйтейін, console log дейін. Ішіне counts деген мәнді шақырайық. Ал мынаның барлығын өшіріп тастайын. Бірден return-ның ішіне count 1 мен count 2-ні қос дейік. Осы екеуін қосып қайтар дейміз. Ал console logтың ішіне counts функциясын шақырамыз да, біріншісіне 10 деген мән береміз, екіншісіне 20 деген мән береміз. Яғни 30 деген сан шығуымыз керек қазір бізде. Парақшаны жаңартам. Міне 30 саны шықты. Жалпы функция ат бермей-ақ жариялауымызға болады. Ол анонимдік функция деп айтылады. Анонимдік функция болу үшін мына counts'ты өшіріп тастасақ болғаны, ол анонимдік функция болып саналады. Бірақ егер де біз дәл осылай күйінде, шекі күйінде қалдыратын болсақ, онда бізде браузерде қазір синтаксис қате шығады. Оны міндетті түрде бір жерге сақтауымыз керек. Я болмаса оны бірден шақыруымыз керек. Оны бірден шақырып кету үшін, ол үшін мындай жақша салынып кетеді. Содан кейін тағы да жақсы салынады. Мына екі аргументті алып тастайын. Алдына мен counts деген айнымалыны жазайын. Let counts тең болады 20-ға 25-ті қос дейік. Ал осы counts айнымалысын console logтың ішіне шығарайық. Сақтадым. Парақшаны жаңартам. 45 саны шығады. Яғни 20 мен 25-ті қосып counts мәніне беріп тұрық. Сосын біз console logпен шығарып тұрық. Жалпы анонимдік функция не үшін керек? Ол кез келген функцияны айнымалы түрге айналдырып жібере аламыз. Яғни оны объектіде, я болмаса басқа бір жерде сақтау ыңғайлы болады. Оны кейінгі тақырыптарда дұрыс түсіне бастайсыздар. Әзірге түсіне алғаныңызша түсініп көріңіздер. Мен қазір мыналардың барлығын өшіріп тастайын. Function деп жазып қояйық. Оны атын бермей-ақ, міне жақшаны салып кетем. Содан кейін фигуралық жақшаны салам. Сосын міне counts'тың ішіне бердім. Егер де біз қазір осы console logты осылай күйінде көрсететін болсақ, онда қазір бізде функцияның өзін көрсетеді. Парақшаны жаңартам. Міне функцияның өзін көрсетіп тұр. Өйткені біз айнымалының ішіне функцияны тығып қойдық. Сол функцияның мәнін шығару үшін біз функцияны шақыруымыз керек. Естеріңізде болса, ол жақша арқылы шақырылады. Міне жақсы салдық. Сақтадым. Парақшаны жаңартам. Міне 45 саны пайда болды. Анонимдік функцияның, кәдімгі функцияның ешқандай айырмашылығы жоқ. Оғанда да аргумент бере аламыз. Count 1, count 2 деп жаза салайық. Соларды қоса салайық. Count 1, count 2 деп. Мына жерге 10, 15 дейік. Сақтадым. Парақшаны жаңартам.
міне 25 саны пайда болды. Жалпы осы функцияны да function жазбай-ақ та жасай аламыз. Ол үшін осылай тең болады дейміз де осындай стрелканы саламыз. Сақтадым. Парақшаны жаңартам. Дәл сонда 25 мәні қайттан шығып тұр. Яғни бұл тағы да бір анонимдік функцияны жариялаудың бір түрі. Барлығын орнына қайтып қояйын. Function const деп жазайық. Сіздерге бір тағы түсіндіріп кететін нәрсем бар. Аргументтерге қатысты. Count 1, count 2. Сақтадым. Қазір мен мына жерде 10 мен 15 мәнін бермейтін болсақ, сақтадым. Парақшаны жаңартам. None деген сөз шықты. Ол не деген сөз? Not at number деген сөз. Яғни ол сан емес деген сөз шыққан мәніміз. Неге? Өйткені біз undefined пен undefinedті қосып тұрып жарияланбаған. Бұларды қоссақ ешқандай да сан шықпайды. Сондықтан да none сөзі шығып тұр. Жалпы осындай жағдайларды қарастырып кету үшін осы функциямыз міндетті түрде орындалу керек. Аргумент бермесек те десек, онда осы count 1-ге бірден функция жариялап жатқан жерінен біз мән беріп кете аламыз. Мына жерге 10 дейік, ал екіншісіне 30 дейік. Сақтаймын. Парақшаны жаңартсам 40 саны пайда болды. Неге? Өйткені ол біз аргумент ешқандай берген жоқпыз. Сондықтан да ол түсініп тұр. Ол 10 мен 30 санды қолданып тұр. 10 мен 30-ты қосып тұр. Егер де біз бірінші мән беретін болсақ, 10 емес, мысалы мына жерге 20 деп жазатын болсақ, онда мына жазғанымыз орындалмайды. Неге? Өйткені бұл тек орындалады, егер де біз ол аргументті бермеген ғана болсақ. Қазір мен әдейі бірінші аргументті беріп тұрмын да, екінші аргументті бермей қалып тұрмын. Сондықтан да ол қазір 50 саны шығу керек. Неге? Өйткені біріншісінде 20 болады. Өйткені біз оған мән беріп тұрық, міне 20 деп бірінші аргументіне. Екінші аргументін берген жоқпын. Ол жерде 30 саны қалу керек. 20-ға 30-ты қосқан кезде 50 саны шығады. Парақшаны жаңартам. Міне 50 саны пайда болды. Дәл солай сияқты екінші мәнін де беріп кете аламын. 30 емес, осы жерге 40 деп жаза аламын. Ол кезде ол бірінші аргументті де және де екінші аргументті де қабылдамайды. Неге? Біріншісіне 20 деп жазып тұрмын, екіншісіне 40 деп жазып тұрмын. Яғни мына тең болады беріп отқандарымызды біз әдепкі берілу мәні деп санасақ болады. Яғни по умолчанию деген сөз ағылшынша default деп айтады 10 менен 30-ды. Осымен JavaScript 5-ші сабағымды аяқтадым. Әрине 5-ші сабақ өте қиын болған секілді. Мен функцияға қатысты барлығын осы сабақта сыйғызып жібердім. Түсінбесеңіздер қайталап қарап мен жасағанымыздай өздеріңіз жазып өзгертіп кішкене көріңіздер, толығырақ түсіну үшін. Ал егер де мүлдем түсінбей қиын болып жатса, тек синтаксисін жаттап, қалай жұмыс істейтінін біліп алыңыз да өткізіп жібере беріңіз. Келесі сабақта біз тағы да оларды қолданатын боламыз. Мүмкін сол кезде сіздерге түсіну оңай болып кетер. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.